Желіде сұмдық хабар. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемдік және қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астында бірден лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңызға батуланы хабарларына тиісін. Біз сізге ең жақсы сөзді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Павлодарда жас қыз 82 жастағы зейнеткердің бар жиған тиген ұрлаған. Павлодарда жас қыз 82 жастағы зейнеткердің 2,5 миллион теңгесін қолды қылды деп хабарлады ЛКЗ ақпарат агенттігі. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, полицияға 82 жастағы зейнеткер өтінішпен жүгінген. Қала тұрғынының үйінің кіреберісінде 20-25 жас аралығындағы белгісіз қыз алдау жолымен 2,5 миллион теңге сомасында ақша қаражатын иелегені анықталды. Зейнеткер немересінің қала телефонына қоңырау шалып, жинап ақша сұрағанын түсіндірді. Ол өзінің кесірінен жол-көлік оқиғасы орын алғанын, жүргізуші зардап шеккен, оған операцияға және қылмыстық істі тоқтатуға шұғыл ақша қаражат керек екенін айтып сендірген. Осылайша қала тұрғыны кіреберісте белгісіз қызға ақша берген, деді департамент. Басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе арнамызға жазылыңыз. Қымбатты көрермен, сау сәлемет болыңыздар.